Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ұлттық руханиятымыздың өзегі тіл деп аталады. Және грамматикалық тақырып дауысты дыбыстардың жазылуы. Бүгінгі сабақтан сіздердің меңгеретіндеріңіз әрине ұлттық тіліміздің маңыздылығы, дауысты дыбыстардың жазылу заңдылықтары. Сіз бұл тақырыптарды сабақ барысында өтетін тапсырмаларды орындау арқылы білімдеріңізді шыңдай түсесіздер. Алдымен мақал-мәтелдер, яғни тіл туралы мақал-мәтелдерді жазу арқылы мына диаграмманы дәптерлеріңізге толтырып шығуларыңыз керек. Тіл халықтың айнасы, жүрегі. Біздің ұлт зиялыларымыздың қазақ тілі жайында айтқан қаншама ақыл-нақыл сөздері, парасатты, даналық ойлары бар. Ал енді соған назар аударыңыздар. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беруі зор қата. Бұл оқығандардың хам оқушылардың есінен шықпауы керек. Халел Досмұхамедұлы. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Онда дәм де, мән де болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ тіл үлкен саясаттың құралы екенін де ұмытпаған жөн. Балалар, жоғарыдағы бейне жазбалардан ұлттық тіліміздің құндылығын онан ары тереңдей түсінуге болады. Олай болса, келесі тапсырманы жасаңыздар. Бұл тапсырмада мәтінді оқып, негізгі ойды анықтаңыздар. Алаш зиялыларының тіл мәселесін не себепті алаңдатқанын, бұл мәселенің әлі де күн тәртібінен түспеу себебін талқылаңыздар. Мәтінді оқып болсаңыздар, өз ой қорытындыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Яғни бұл мәтінде алаштықтар ана тілін ұлт болмысының басты бөлшегі ретінде қарастырып, әсіресе жас ұрпақ тәрбиесінде алатын орнына ерекше назар аударды. Қазіргі кезде ана тіліміз өрісті тақырыптардың біріне айналып отырса, олардың алғашқы үлгілерін дүниеге келтірген осы алаш қаламгерлері болатын. Алаш зиялылары ұлтымызды ұйыстырып, елдігімізді нығайту мақсатында күрескен. Алаш қайраткерлерінің тіл туралы осы көкейкесті ойлары азаттық алған бүгінгі қазаққа да жолбасшылық етуде. Себебі тіл мәселесі бүгінгі күнде ұлт болашағының маңызды мәселесі болып отыр. Балалар, келесі біздің тілдік бағдар тақырыбындағы келесі бөліміміз әдеби тіл. Әдеби тіл тақырыбын түсіну үшін келесі бейне жазбаға назар аударайық. Әдеби тіл жалпы халықтық тілдің белгілі жүйесі бар. Жазу дәстүрімен әртүрлі жазба және ауызша әдебиеттің негізінде қалыптасқан сол тілде сөйлейтін адамдардың бәріне ортақ түсінікті тіл. Қазақ әдеби тілінің ежелгі үлгілері Орхон ескерткіштеріндегі көне түркі жазуларынан да 7-ші ғасырдың соңы, 8-ші ғасырдың басы кездеседі. Қазіргі әдеби тілдің қоғамдағы басты қызметі адамдар арасындағы қатынас құралы болуы. Әдеби тіл арқылы айтушының жазып қалдырған адамның ойын, пікірін ұғамыз, сұрағына жауап береміз. Әдеби тіл арқылы өзіміз көзбен көрмеген оқиға туралы мағлұмат аламыз.
Әдеби тілдің ауызша және жазбаша тіл формалары бар. Қазақ әдеби тілі тарихындағы шығармалар қазіргі ұрпаққа көбінесе ауызша мәтін түрінде жеткен. Біздің тілдік бағдар бөліміндегі келесі тақырыбымыз дауысты дыбыстардың жазылуы. Дауысты дыбыстар жалаң түрде және қосар әріптерде жазылады. Жалаң дауыстылар А, Ә, Е, О, Ö, О, Ү, Е әріптері. Бұлар барлық буындарда кездесетін дауыстылар және буын талғайтын дауыстылар болып бөлінеді.